Миллионер атану үшін өзіңді миллионерші ұстау жеткіліксіз. Сен миллионер болуың керек, ерінуге болмайды. Миллионердің дағдыларын меңгеруің керек. Мен саған қандай дағдылар керек екенін айтып беремін. Ыңғайлырақ отыр. Бұл айтылатын 5 дағды сенің өміріңді түбегейлі өзгертеді. Ал 5-ші дағды әрбір миллионерге ауадай қажет. Бірінші, сөйлесу, мұқият тыңда. Адамдармен сөйлесу бұл жай ғана сөздерді ары-бері лақтыру емес. Бұл өз симфонияңды құратын өнер. Сенің сөздерің тыңдармандардың жүрек қағыстарына әсер ететін әуен тәрізді шығу керек. Оларды бос әңгіме теңізінен алып шығу үшін сенің идеяларың анық, сөздерің нақты болу керек. Сенің дауысың тыңдаушыларды баурап алуға қажет құрал. Сондықтан оның әуенін дұрыс келтіре білуің керек. Сенің өзіңе деген сенімің, күш-қуатың сенің сөздерің арқылы тыңдармандардың құлағына кіріп, олардың жан дүниесін баурап алу керек. Жай сөйлеп қана қоймай, оларды сенің артыңнан еретіндей ырғақпен ойыңды баянда. Сен не айтқан келетініңді өзің түсінуің мүмкін, бірақ бұл жерде маңызды болған нәрсе тыңдармандардың жаны оны сезінуі. Есіңде болсын. Табыс тек сенің не айтқаныңа байланысты емес. Табыс сенің қалай айтқаныңа да байланысты. Бұл сенің аузыңнан шыққан әрбір сөзде өзіңе деген сенімділігіңді жеткізе білумен байланысты. Сенің сөздерің сенің қаруың, бірақ сөздеріңнің күші оларды қолдана білу шеберлігіне байланысты. Екінші, сату. Сату жай ғана тауар айырбастаудан әлдеқайда күрделі дағды. Бұл сенің арсеналыңда жатқан бір ғана мылтық емес, бүкіл қару-жарақ жинағы сияқты. Сен сендіре, көндіре және таңғалдыра білуің керек. Яғни сен адамдарға жай ғана өнімді немесе қызметті көрсетіп қоймай, сен оларға өмірлерін өзгертетін мүмкіндікті ұсынасың. Сен адамдарға мына нәрсені айта білуің керек. Бауырым, сен әрине білмейсің, бірақ сенің өмірің қазір ғана жаңа бағыт алды. Сен тек өнімді сатпайсың. Сен идеяларды сатасың. Сен өзіңнің көзқарасыңның бір бөлігін сатасың. Жақсы бір сөз бар ғой, сенің не ұсынғаның маңызды емес, оны қалай ұсынғаның маңызды. Есіңде болсын, сен жай ғана сатушы емессің. Сен бөлменің бұрышында отырған басқалар әлі түсінбейтін нәрсені білетін адам сияқтысың. Сен оларға жаңа көкжиектерді ашатын адамсың. Ал сенің сату дағдыларың олардың болашағына есік ашатын кілт болып табылады. Үшінші, мақсат қою және жоспарлау. Мақсат қою және жоспарлау туралы айтатын болсақ, қысқаша бұны саяхатқа дайындалумен теңестірер едім. Өйткені картасыз өмірдің белгісіз жолдарында адасып кетесің. Қай бағытта жол тарту керектігін білу үшін саған баратын жерің анық болу керек. Мүмкіндіктер мұхитындағы шамшырақ сияқты мақсатыңды анық көретіндей етіп өз алдыңа белгілі мақсаттар қой. Жоспарсыз, сен өзіңді капитансыз суда жүзіп бара жатқан кеме сияқты екеніңді түсінуің керек. Сен не істеу керектігін, қалай және қашан істеу керектігін білуің өте маңызды. Сенің жоспарың сені құйындар мен дауылдарға қарамастан сәттілікке анық жол көрсетіп тайдырмай апаратын картаң. Менің бір досым айтқандай, жоспарсыз мақсат жай ғана арман, ал мақсатсыз жоспар пайдасыз бос әрекет. Есіңде болсын, табыс деген тек қана мақсат емес. Ол сенің оған апаратын жолың. Сен мақсат қойып оған біртіндеп жол саласың. Мына нәрсені есіңнен шығарма. Мақсат қоюдың өзі мақсатқа жету жолының жартысы болып табылады. Төртінші, маркетинг және бренд. Брендті құру мен маркетингке келетін болсақ, бұл сенің бизнесіңді ілгері жылжыту ғана емес, бұл өз аңызыңды құру сияқты. Сен жай ғана өнім сатпайсың, сен өзіңнің бір бөлігіңді сатасың. Айналаңда адамдардың өмірінің ажырамас бөлігіне айналатын образ жасап, олардың жүрегіне өз тарихыңды жазасың. Сенің брендің сені көпшіліктен ерекшелендіретін жеке қасиетің сияқты. Сен адамдардың күнделікті өмірінің барлық аспектілеріне әсер ететін тарихты құрастырасың. Менің жақын досым айтқандай, адамдарға жай ғана өнім бермей, эмоция сыйла. Сенің брендің олардың жеке тарихының бір бөлігі болсын. Есіңде болсын, досым, сен жай ғана компания емессің. Сен тұлғасың. Сен басқалардың әлеміне еніп, сонда мәңгі қалатын идеясың.
Сонымен соңғы 5-ші тармақ ақшаны басқару туралы сөйлесейік. Бұл досым ақша үнемдеу ғана емес. Бұл ақшаны дирижер сияқты басқарып өзіңе жұмыс істету өнері. Сен қаншалықты қиын болып көрінсе де, ақылмен инвестициялап көбейтіп, және қаржыңды үнемі бақылауда ұстауың керек. Жақсы капитан өз кемесін қалай басқаратын болса, сен де өз қаржыңды дәл солай тиімді басқара білетін адам болуың керек. Ақшаны қалтада ұстауға болмайды. Оның жемісін көру үшін оның жұмысын істеу керек. Яғни пайда алып келетін кәсіптер мен мүмкіндіктерге салу керек. Осы жайлы досымның айтқан жақсы сөзі бар. Ақша дән сияқты. Оны уақытында дұрыс жерге ексең, кейін жемісін молынан жейсің. Ендеше досым, миллионер болу жай ғана жоспар емес, бұл өмір салты екенін ұмытпа. Бұл сенің дағдыларың, сенің сенімділігің және сенің жігерің. Миллионер дағдылары жай ғана үйреншікті тіршілік емес. Олар сенің әлеуетіңді ашудың және оны келесі деңгейге көтерудің кілті. Сен миллионер сияқты әрекет етпей, миллионер болуды үйренесің. Сен өзіңнің дамуыңа инвестиция жасап, шын мәнінде миллионер болу үшін өз қабілеттеріңді жетілдіресің. Есіңде болсын, бұл тек шоттағы сандар туралы әңгіме емес. Бұл сенің ішкі өсуің, көкжиегіңді кеңейтіп, өз шектеулеріңді жеңу туралы әңгіме. Басында айтқанымдай, миллионер атану үшін өзіңді миллионерше ұстау жеткіліксіз. Сен миллионер болуың керек, ерінуге болмайды. Осылай.